бізде Қазақстанның легендасы, менің ата-анамның легендасы, мынаяқтағы біраз адамның ата-анасының легендасы елімізге тыныштық берсін. Әбеге, бізді әбеге ағам мен всегда қолдап, мені барлық жерде бір сұрасам әбеге осындай қолдап, Арман інім сені всегда қолдаймыз. Әбеге қазақтың өзінің салт дәстүрі бар, бірақ қазақтың футболшыларының салт дәстүрі бар. Біз өзіміздің арнайы сізге осындай алты бақанның қандай спортивкісін киірсем ба деп жатыр. Алты бақан. Размеріңіз өзіңізді қой, Ала кроссовка жоқ па, носки? Носкилер бәрі бар. Рахмет. Алладан қашты жігіттер, істеп атқан істеріңізге Аллахым берекесін берсін. Сіздердей біздің елім дейтін, халқым дейтін ұрпақтарымыздың текті, иманды өсіп жатқандарыңызға рахмет. Халықтың батасын ала беріңіздер. Әке-шешелеріміз, балаларымыз аман болсын. Біз қазақ халқы намыс қоймыз ғой. Түбіне дейін ана барған қойған нысаналы точкаға жеткенше біз шаршамауымыз керек. Аллахым қолдасын, көргеніме, танысқаныма қуаныштымын. Осындай керемет жүректері Алла деп соққан бауырларым аман болсын. Мен сіздер жасыңыз. Құрандарымызды беріп жатқан садақаларымызды Алла тағала қабыл қылып, 18 мың ғалам жаратқан арқылы елімізді, халқымызды мың бір бәлен бір қадірден, ауру-сырқау, жол апатынан, ажалынан, өгелінен, зыласынан, жын шайтанның арбауынан, дуа сиқырларынан, соғыстарынан, ұрыстарынан, жер сілкінісінен Алла тағала аман сақтасын. Амин. Мен әбекені алып келем дегеніңізді біраз сенбеді. Осында әбеке үлкен рахмет. Әбеке өте мықты кісі бар. Легенда ғой негізі қазақ юмор саласында, комедия саласындағы легенда. Әбекені өзім жақсы көремін. Әбеке мені де қатты жақсы көреді. Әбеке өтініш біз осындай медиа команда ашылып отырмыз. Кішкене мини сериалымызға осындай көмек беріп, қолдау, демеу беріп жүресіз ба дегенім. Арман, оның әбекенің сөзі ғой. Арман, сен үшін любой жерге ғой, любой, всегда деп, I love you дейтін несі бар ғой. Сөйтіп істеді, келді балдар шок қойған, бастар ұстап, әбеке көрген кезде. Білмеймін енді, кәдімгідей балдар эмоциясын жеткізе ма? Абдынасыр Серіков ағамызды бірінші рет көрдім мен осы шын өмірде. Және ол кісі үйге келгенде бірінші біз күтіп алдық. Абдынасыр Серіков ағамызды бұрыннан көретін. Қасымызға бірге бізді қолдап, алты бақан жаңа ашылған команда деп бізді қолдағанына біз қатты қуанышты болдық. Осындай ағаларымыз көп болсын. Мықты кісі екен, көріп тұр аурасы. Ең біріншіден тамақ ішіп алдық, ауыз ашып, әңгіме айтып. Және мен сол кезде жатып қалдым ғой, сол әзілден. Ол кісіні енді бұрыннан бері танимыз, балалық шақтан бері нысана, КВН, бүкіл жерде ойнап жүріп жүрген көріп жүрміз. Енді Келіп қолдау білдірем деген жұлдыздар болса, жіберіп көріңіздер, инстаграмдарына, ютубтарына отмечать етіп, барлық жерде. Келсін, қолдасын, біз всегда дайынбыз, ашықпыз. Алты бақан алғашқы таза жеке клуб болады. И біз соны құдай қаласа іспен көрсетуге тырысамыз. Жігіттер былай ғой, бізді кеше ордабасы қолдамады деді. Бірақ бүгін ұлттық спорт ойындары алты бақанды қазақ балдарымызды қолдаймыз деп.
Ассалаумағалейкум жігіттер, бізде Алтыбақанда алғаш рет профессионалды футболшылармен челлендж жасайтын боламыз. Қандай профессионал клуб? Бұл футбольный клуб Тұран. Иә достар, Тұран командасымен біз челлендж ойнаймыз. Бізде 3 раунд болады. Бірінші раундта пенальти челлендж, екінші раундта кроссбар, үшінші раундта 1-1 гол салу. Профессиональный ойыншыларға қарсы біз қалай өзімізді көрсететінімізді қазір көретін боламыз. Ал сіздерге ойыншыларды назарларыңызға ұсынайық. Кет. Міне пенальти тебет. Кім тебет пенальти? Сен тебесің, сосын кім тебет? Тез. Давай, міне. Жоқ, міне. Үшеуің пенальти раундта үшеуің тебесіңдер. Либо менің орныма сен один жоқ, міне кроссбар. Міне кроссбар. Үшінші, сосын новичок кім еді бізде? Олар бәрі уже бар. Достар, бізде пенальти челлендж басталды, біз бастаймыз. Бізден пенальти челленджде міне Simple бастайды. Мұраш және де Жандос үшеуі. Simple ең бірінші соққын теуіп беретін болады. Үшеуіне жақтасың. Все, начинаем. Первый удар. Көрдің ба? Аспан ететін ба? Форма жоқ па, физический подготовка. Отвечаю, достар, келесі 3-ші сезонда формамен келем. Мықтырақ болып келем. Извиняемся, что привезли вот таких людей. Ал, кеттік, давай. Болған жоқ, прикинь. Сен бол нормально. Біз салалмадық депші, но жігіттерден салалмағасын, біз бірақ өзімізді көрді, сезім қалыпты. Сен бол нормально. Шанс беріп отыр. Нормально. Тез қой. Короче, бізде пенальти челлендж басталып жатыр, вот жігіттер теуіп жатыр. Ал мына үштік біз келесі челленджге қатысамыз ол. Бұл кроссбар челлендж. Жандос, ты сможешь, Жандос. Бүкіл африканский күшіңді ал. Ой, үш бірдей ойыншы, үшеуі де ауаға. Қаяққа теуіп отыр? Қайда теуіп отыр? Бар күшің өтетті ғой? Ноль ғой, брат. Бар күшің. Жігіттер, Жандос, что ты сделал, брат? Ай, ё-моё. Енді бізде Тұранның жігіт тебейін деп жатыр, енді бұл точно гол болады. Ема, Жандос. Бірінші біліп алу керек қой. Емана, изи ғой. Жай воротаға түзу тебесің, и гол. Бірінші гол, иә, бізде енді соңғы үміт Нұраста. Соңғы үміт. Мен аяғымен кәдімгідей тиіп алмаймын, мен пырым тебемін. Burada маған форма керек. Видеода оңай көрінетін шығар, но мына жерде уже қатты толқисың. Сен тем более бірінші бастап бердің үшін. Иә. Достар, міне қазір бізде ортақ есеп 1-0. Кәсіпқойлар құрамасы алда. Нұрас. Ай. Сәл-сәл қалды, сәл-сәл 3 километрлей қалды ма, асындай қалды. Ой, мен аяқпен тиіп алмаймын, айтып қойдым. Бұл жерде Нони таңдады ғой балдарды. Кім бірінші үшеу тебет, кейін екінші үшеу сондай бірдеңе таңдап отты ғой, кім тебет деп. Сол жерде кішкене Нони балдармен қателесті ойын. Ау. Жігіттер просто гол салмай, паненка чекті. Сол үшін үлкен құрмет Тұранның жігіттеріне. Оларда ситуацияны түсініп, кішкене нетіп атырды енді. База жоқ. Так, екінші раунд жігіттер бізде. Екінші раундта кроссбар челлендж. Енді кроссбар тебетіндер шығады біздерден. Жігіттерді тебеді, дәл сол. Кеттік ал. Бірақ енді үстіп сабақ алып отырып қой, кімді енді қалай ойымыз қызып. Зато көріп алып отырып. Достар, мен кішкене қат кеуіп жүрдім. 2 километр ма дойсек? Блин, анау кішкене астына тұрда. Ана же яма бар. Топтың астынан теуіп. Астына кетіп қалды. Сен де тепкене бақылды, мен де ана жерде яма тұрған доптың астына кетіп мен де тоже. Ана жерде астына тұрған вообще. А так, ой, нормально. Енді профессиональный кедегімен. Бізде үш шығатын адам, бұл мен де қуат. Өзім бейғадет жүрген. Вратар тоже перекладинаға қатсам деп жатыр, так что бізден де бір игрок. Сен или досымжан біреуің, толғая. Бізде екінші раунд, бір соққыдан 4 ойыншыдан тебет. Өйткені қақпашы, бізде Тұранның қақпашысы ойынға қосылды.
Ай. Тиді. Реакция бізге түсірген. Саунд тоже түседі. Короче, біздің челлендж басталды. Бірінші тұрар. Ай, все, выше. Сен мына қарай келшеш. Кім тебетін болды? Так, бізде вратарь. Кім? Досик. Ё-моё. Давай. Келесі бізде кім жігіттер? Кім? Досик. Давай. Досымжан. Бізде Досымжан тебеді келесі. Соңына девич. Досик, давай! Чаға мені көрсет. Басқы. Ё-моё. Енді жаңа сөз бар ғой. После драки руками не машут дейді ғой. Қандайын бара келсе. Өте қиын сәт. Брат, салмашы. Негізі біздің жігіттерде ше, былай жақсы тебеді, по идее. Просто дәлдік жетіспеді. Тура сөйле. Так, бізде деген соққы. Ё-моё. Миллер. Біреу. Енді кім бізде? Миллер сен ба? Көтеріп жібересің технично. Миллер, давай. Давай. Бізде қазір қарсылас команда. Ой-ой-ой-ой-ой. Миллер, давай на. Еще по одному. Құрметті достар, ешқайсы тигізген жоқ. Бұл енді ана қарсылас команда дәлдік жетіспеді, а бізде дәлдік жоқ. Тигізе бер, смело. Има, невозможно же. Қазір бәрі аспан ашады ғой дальше. Біз кішкене чувствовать етіп жатырық, енден чувствовать етіп жатырық. Қазір тепші просто. Тепкізесіңдер ма, или? Бәрі. Я по-любому тигіз алмайды қазір. Бекол, кімді точно орнына тебесің ба? Давай. Кімнің орнына түйіндесің? Все, дайынсыңдар ма? Мына түйіндесің. Нет. Нельзя, братан, деуге. Салға болмайды. Тима, давай. Спокойно, білесің өзің. Давай, спать. Ай-яй-яй. Лео, давай, Лео. Қазақстан кубогын Шымкенттің баласы алғаш рет ұтып алған кезімізде бірге болғанбыз ғой бұл жігітпен, бірге. Қазір сол жігіт тигізе алмай жатқаны 20 мектеп. Мақтайшы? Мақта. Бұл Криштиану Роналдо болады ғой жігіттер. Бомбардир үздік болады. Мына жерге тұрсаңдар жігіттер. Короче, жігіттер бізде жалпы есеп 2-0. Біз әдемі 0, жігіттер 2, енді білесіңдер, жақсы ойыншылар мықты. Жолымыз болмады, перекладинада ше. Енді бізде 3-ші соңғы раунд, бірге бір тепсеміз, сол жерде барлығы шешіледі. Сіздерден опрос, сможем ли забить хотя бы 1 гол 1-1 раундта? Саламыз ба? Жоқ, сіздер игрокқа қарсы еще вратар болады. Арман, қара. Негіз жоқ, да? Не уверен айттың ғой, брат. Вот сол. Негізі, покажите этим блогерам деймін да, камера ұстап жүре берсін, сендер профессионалсыңдар ғой негізі. Бірақ бұлар айрат деген. Біздің уровенімізге түсіп жатыр жігіттер, чтобы бізге сәл шанс болу үшін қабылдаймыз предложениені тек вратарға қарама-қарсы бірге бір. Походу шансов нет, да? У нас? У них есть шанс. Потому что у нас Максим Ваган в команде очень слаб. Чисто из-за него шанс. Бұл жолы біз 2 раунд біз бастадық. Бұл жолы жігіттер, Тұранның жігіттер бастасын. Жол беріп отыр. Бізде Зефрикс, қазір Зефрикс, ана вратар шок. Вратар шок болады қазір Зефрикс. Зефрикс теді бізде. Зефрикс, өзің давай, супер сила. Давай, Зефрикс. Магия, 6-шы магияң қос. Бүкіл Қазақстан көреді сені. Бүкіл Қазақстан. Тиси, просто тиси. Повтор, реванш сейчас. Кран умеет так? Повтор, реванш.
Макс! Делай, брат. Чисто из-за него шанс. Братан, знаешь, я тебе скажу, он сказал, что из-за тебя у них есть шанс, потому что ты слабо играешь. Только что сказал, отвечаю на камеру. Ничего не повезло. Шок қылайын ба? Шок қылшы. Все, давай. Так, сәттілік, удачи. Көрші мені. Бір рет көрші. Хотя бы бір очко алып кетейікші. Туранға қарсы ойнаған кезінде де қалай мандраж болдық, екі аяқ дірілдеді, психология өлді, көзің түк көрмейді, соқырсың. Күнде өзіңнің достарының арасында істеп жүрген нәрселерді ана жерде бірден ұмытып қалады ғой, денеңше. Алдында профи вратарь тұр, қақпашы. И сен барасың да шаясың ғой. Бірақ футбол ойнағыларың келіп, бір bizda болғыларың келіп ше. Алты бақан, жарты бақан болды. Алты бақанымыз қазір ғана жарты бақан болады. Сендер айтатын шығарсыңдар, мыналар дейтін вообще ойнай алмайды ғой деп ана челленджді көріп алшы. Ол жерде біз мойындаймыз, 0 болдық. Кет қал, Тұран, соны көрсем. Ойбай, болғандар кет. Olma, haydi. Дима, давай, Дима, давай! Осындай кезде айттым, мен теуіп алам деді. Мықтыларын алайын. Уже бірге бір баратын, мен ойлаймын сол психология деп ойлаймын. Бірге бір бара жатырмын, күнде жасап жүрген фитнесті жаса алмай қалдым. Даже аяғымда тиген жоқ топқа. Мықты вратарь тұр да, и у тебя уже мандраж начинается, и ты все, теряешься. Сендер психологиялар біздегі онда. Келесі ролик бізде психологтармен жұмыс істейді. И примерно уже расстояние, дистанция сезімді, и сол моментте уже алған кезде вратарь. Қанатын деған кезде же, бұрыс песіп көтті да, пух деген кезде, уже вратарь ворота көрінбей кетті ғой. Психикасы қалай вратарды көреді, аяқтарды. Күнде істеп жүрген нәрсені істей алмай қалды. Неге? Серьезно. Ал бізде Тұранның балаларына үлкен рахмет. Бұлар настоящий көрсетті, блогерлардың орнына қойды деген ойдамыз. Но мы мақтан істеймін. Қойдыңдар ма орныңызға? Мен бірақ келесі қой. Сәттілік сендерге. Сендерге де сәттілік. Рахмет. Арман жігіттердің көңіл күйі жоқ қой. Батя. Қазақша сөйле. Кешіріңіз, әке, біз Тұран деген профессионал командаға бүгін ойыстырата позор болып ұтылдық. Қандай команда екен? Тұран деген. Неге ұтыласыңдар? Неге ұтыласыңдар сендер позор болып? А? Неге ұтыласың? Рахмет Әбеке мырза. Неге ұйықтарсың? Рахмет Әбеке мырза. Неге жұмыс істемейсің? Рахмет Әбеке мырза. Оңбаған. Рахмет Әбеке мырза. Жұмыс қайда? Рахмет Әбеке мырза. Неге сен компьютермен ойнайсың? Рахмет Әбеке мырза. Сен Инстаграмнан неге шықпайсың? Рахмет Әбеке мырза.
Сен неге тиктокпен жүресің? Рахмет Абеке мырза. Сен неге ұйқыбас? Рахмет Абеке мырза. Шошқа! Рахмет Абеке мырза. Ұятсыз! Рахмет Абеке мырза. Рахмет Абеке мырза. Компьютерде неге ойнайсың? Рахмет Абеке мырза. Инстаграмнан неге шықпайсың? Рахмет Абеке мырза. Айуан! Мышық! Рахмет Абеке мырза. Күшік! Рахмет Абеке мырза. Сап-сары! Рахмет Абеке мырза. Айуан! Рахмет Абеке мырза. Неге Неге? Ох, оператор екен ғой. Арман, мына Олимпиканы киюге Алтыбақан деген лайықты емессің. Шаш! Шашыңдар! Шаш! Жігіттер, жалпы біздің қазақтың футболын теледидардан көреміз ғой, сборный болсын, клубтары болсын. И жатып алып, неге бұлай теппейді, неге алдамайды, неге пас бермейді деп диванный аналитик боламыз ше бәріміз. И сол өте қате нәрсе екен. Барлықтарыңа кеңес беремін, олай сөйлемеңдер. Өйткені не то что сборный, біз Тұранға қарсы ойнаған кезінде де қалай мандраж болдық, екі аяқ дірілдеді, психология өлді. Келген күннің ең менің көңіл күйім түскен сол күн болды. Өйткені бірінші челленджден бастадық, проф командаға қарсы шыны керек дереу айтайын, біз драфттан ұтылып қалдық. Драфт деген ол таңдауда адамдарға. Өйткені біз барлығы қатысын дедік та, білмеймін, ана жерде біздің басымыз істемей қалған сияқты ма? Шөлдемеген судың қадірін білмейді. Қарын ашпаған нанның қадірін білмейді. Жеңілген жеңістің қадірін білмейді. Жеңілгенді жер көтереді. Еңсеңді көтер қазақ. Алға Қазақстан! Алтын күн аспаным, алтын даласы,